Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балаларға өте қатты ұнайтын таңғы асқа мини панкейктердің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Құрамы да өте қарапайым, қол жетімді заттардан жасалады және бір жасағаннан әдемі жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және 90 грамм қант қажет. Аз ғана шым-шым тұз салып жібереміз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң 100 грамм сүтті және 2 ас қасық сұйық майды құйып кішкене араластырып жібереміз. Екі грамм ұнды електен өткізіп аламыз және 5 грамм разрыхителді қосып, кішкене араластырып жіберіп, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршік қалып кетпеу керек, барлығы жақсылап араласуы керек. Дәл осындай болып шығады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Енді табамызды алдын ала қыздырып, майлап аламыз. Дәл осылай шай қасықтың көмегімен құйып аламыз барлығын. Мини панкейк деп аталуының себебі де осыда. Кішкене көлемді қылып пісіріп аламыз. Оттың астын қатты қойып қоймаңыздар, орташа отқа қойып пісіресіздер, екінші бетіне аударып пісіріп ала бересіздер. Екінші беті тез пісіп қалады, қарап тұрыңыздар, қатты күйіп кетпесін. Сізде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, балдарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің арнама тіркелмей қарап жатқан болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бұдан да басқа көптеген рецепттермен бөліскенмін. Егер де осы видео сізге пайдалы болып жатса, лайк басып өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз. Жасап көріп жатсаңыз, жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз.